Дағы орталықтандырылған кітапхана жүйесі жанынан ашылған коворкинг орталығы біздің аймақтағы ақындар мен музыканттардың уақытша бас қосу мекеніне айналды десек қателеспейміз. Себебі әр демалыс сайын осы орталықта жергілікті ақындар, бар әншілер мен шығармашылық ұжымдар әрдайым бас қосып, өз араларында концерттік бағдарламаларын ұйымдастырады. Осылайша кітапханаға келген оқырмандардың да демалыс күндерін жақсы өткізуге ықпал етуде. Шығармашылық кешке қатысушылар арасында жезқазғандық Мейрамкен Ахметбеков та болды. Ол осы ұйымдастырылған кеште жаңа әндері мен туындыларын ұсынып, өз тыңдармандарының құлақ құрышын қандырды. Көлге қонып, қамтылдаған іс-шараларымызда мақсатымыз осы Жезқазған мен Сәтпайдың екі қаланың сазгер, ақындар, бардтардың бастарын қосу, соларын бірге отырып, бір кішігірім концерт ұйымдастырып, Жезқазғаннан Гүлсім Айдарбекова келіп жатыр, Сергей Беляев деген ақындар, осы Сатпайдағы Ина Байгузина деген. Ән жазатындар жетіп жатыр, жеткілікті, осында бір шаралар көп болса ғой деп кей кезде армандаймыз. Басқосуды пайдалана білген ұйымдастырушылар шығармашылық кеште жазушы, әнші Владимир Высоцкийді еске алысты. Владимир Высоцкий бәрімізге гитараның сүйемелдеуімен өз әндерін орындаушы ретінде таныс. Кеңестік ақын әрі композитордың 800-ге жуық әндері мен өлеңдері проза мен кино және театрда көптеген рөлдерді сомдаған. Твой, что твои покойники, а если есть там соловьи, то разбойники. Айта кету керек, өңірдің шығармашыл зиялы қауым өкілдерінің сөзінше, осындай шығармашылық кештер өскелең ұрпақ үшін маңызды. Бұндай шаралардың алдағы уақытта да жалғасын табатынына сенімді. Алтынгүл Төлеге